кабачковый икра. Кабачки мен икра жасадық. Рецептін қазір бөлісеміз, өте жеңіл. Негізі кабачкиді мен осы жақыннан бері пайдаланып жүрмін. Бұрында білмейді екенмін оның не екенін. Мынаны мен жібересіз. Тез желім кетеді, әрі тамақ, әрі салат деп айтуға болады. Тойымды өзі көп нәрсе керек емес. Міне кабачки дегеніміз осындай өсімдік. Міне осылай банкеге жауып қойдық. Қысқа сақтауға өте әдемі. Кабачкидің килограммы қазір 200 теңгеден 150 теңгеден алуға болады екен. Кабачковый икра жабамыз. Кабачкиді көбіміз білмейді екенбіз. Өзімде жақында таныдым. Бір әженің рецептімен жасап көрген, өте дәмді болды. Соны үйреніп, бізде қысқа жабайық. Өте дәмді және керемет витамин. Мына жерде 6 килограмм кабачки бар және 1 келі пияз. Бірінші пиязды ұсақтап турап, қуырып аламыз. Одан кейін кабачкиді чуркадан өткізіп, немесе миксерден өткізіп, оны қосып қайнатамыз. Бірінші кезекте мына пияздарды турап аламыз. Көбік қылып тураймыз. Оны миксерден өткізіп жіберуге де болады. Миксер жаңағы. Бұдан да ұсақтап жерде болады. Миксер өткізуге болады. Қазір кабачки мен неден алдым? Астана қаласында Артем дегеннен 200 теңгеден алдым. Килограммын 350 теңге, 400 теңге, 250 теңгеден сатылып жатқандар бар. Сол аралап жүріп, арзан несілер бар екен. Сол жерден тағындап алдым үлкен-үлкендерін. Кабачки икраны мен балаларым жақсы көреді. Әсіресе мен студент болам. Сол әңгіме барысында айтып қалды, қашан жабайын деп жатырсыз деп. Енді сол маған шабыт берді. Бұдан да ұсақ тураса да болады. Өзі бұл ұзақ уақыт қайнайды. Сол қайнаған уақытта жақсы езіліп кетеді. Міне осылай турадық. Бәрін осылай тураймыз. Бұл уақытта бізді майды қойып қойғанбыз қыздыруға. Кастрюлеміз қызып тұр. Соған май құямыз. Примерно 2 ожаудай май құямыз. Немесе 3 ожау болса да болады. Кастрюльдің несі асты көріне қалу керек. Барлық жеріне май тиетіндей болғаннан кейін. Жемейді, тамақ істеп жүрген адамдар өздері ақ біледі. Осынша май құйдық. Енді майымыз қыза берсін, біз пиязымызды дайындап қойымыз оған дейін. Міне мен мынау шедевр майын пайдаланам көбіне. Пиязымыз турадық. Саламыз. Пияз қарайып күйіп кетпеу үшін осылай қозғап тұру керек. Пияз күйіп кетпеу керек. Бұл осылай 1 сағаттай қайнайды. Пияз өлу керек. Пияз өлмесе нетіп кетеді, ашып кетеді. Сол үшін
Қайнатамыз. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мынау кабачки деп айтылады екен, қазақша қалай екен білмейді екенмін. Міне осыдан икра жабамыз. Кабачковый икра. Өте дәмді болады. Негізі біз кабачки деген мен осы жақында танысып жүрмін, бұрын білмейді екенмін. Бір орыс апа айтқан. Осыған мынау 6 килограмм кабачкиға 1 келі пиязды ұсақ етіп тураймыз да қуырамыз. Қазір 2 қалды, қазір 2 қуырам. Мынау май қызғаннан кейін сала салдым. Қуырыла берсін деп. Міне қуырылып жатыр. Күйдірмеу керек. Сарғайғанша пияз жақсы өлу керек. Сол үшін бір жарты сағат, 1 сағаттан көп қуырамыз. Оны отыңызға байланысты. Егер отыңыз жай болса, ұзақ қайнатасыз. Отыңыз қатты болса, жарты сағат жетеді. Пияз. Сұйық майға қуырып жатырмыз. 3 ожау сұйық май құйдық. Сұйық майымыз мына көбіне осы майды пайдаланамыз. Қалған 2 жуан турайым. Ұсақ етіп тура бересіз. Осы қуырып болғанша біз кабачкиімізді тазалаймыз. Кабачкидің сыртын тазалаймыз. Жұп-жұқа, жұмсақ, бұл тез піседі кабачки. Солай міне теркамен ашамыз. Жұп-жұқа болып артылды. Осындай теркамен. Өте ыңғайлы. Ал бастарын былай кесіп тастаймыз. Жер ұрылған екен, оны тастаймыз. Ішінде тағы бар екен. Тазаланып қойдым. Келесін тазалаймыз. Өте жұмсақ, оңай болып жатыр. Ашу. Және бұнда осылай бастарын алып тастаймыз. Сондай үнемді адамдамыз міне. Аша саламыз. Міне. Таза болды. Кішкене шына. Төсе салайық. Кабачкиіміз дайын. Осылай бәрісін арып шығамыз. Сонда 6 келі кабачки бар еді. Соның бәрін аршимыз. Мына жаққа саламыз. Және мына терканы былай да пайдалануға болады екен. Керісінше. Сразу түсіп қалады екен. Солай. Ол жұмсақ болғаннан кейін болған екен.
Пиязымыз қуырылып жатыр. Қосақ тұру керек арасында. Бір жерде қуырыла берсе күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін кабачкиді дайындап жатқанда арасында қосақ тұрамыз. Міне кабачкиді ашып қойдық. Жылтыр болып тұр үсті. Қалып кетейін деп жатыр. 6 килограмм кабачки. 1 килограмм пияз қуырылып жатыр. Қызарайын деп жатыр. Ұзақ уақыт қайнау керек. Пиязды кубикпен турағанбыз. Сүйік майға қуырып жатырмыз. Салатын сосын кабачкиді езгенде оңай болады. Сол үшін жіңішке турап жатырмыз, сәбіз сияқты. Палауға тураған сияқты. Міне светі осындай болды. Біз бұны езіп жатырмыз. Мен вообще уксус пайдаланбайды екенмін ешқандай затқа. Уксус пайдаланбаймын деймін да. Пайдаланбайсың ба? Бірақ аспирин салдым деп жатыр. Аспирин салады екен, аспиринді салмайды екен. Ана буланып кетті қазір. Басасы мына. Міне осылай. Иә. Баяғыда мен андай осылай еземіз. Осылай еземіз деп видеоға түсіп жатырмын да. Помидор жапқанда. Енді ездік біраз. Майонез қосамыз 700 граммдық. Және томат қосамыз цинкас. 1 литр қосу керек, осындай қосып 400 грамм. Цвет осындай сарғаю керек. Майонез қосып жатырмыз енді. Бұны екі қолдап жасамаса болмайды екен. Майонезімізді қостық. Енді үстіне томатный паста қосамыз. Буланып кетіп жатыр. Цвет жақты қап-қара болып кеткен екен ғой. Әбден қайнап неше сағат қайнады осы. Цветтер осындай болу керек цвет. Бағана 2 қасық тұз қосқанбыз, қазір 2 қасық қант қосамыз. Содан кейін лимонный кислота қосамыз. Болды, сонымен дайын болады. Кабачковый икрамыз. Я айтып тұрмын ғой. Кейін басам деймін да, баспаймын солай.
білмеймін, адамдар әйтеуір осыдан көп ақша тауып жатыр ғой. ютубқа салам, дым да көрмейді менің немді. Не дәмді мынау, несі күшті мынау, көріңіздерші деп қойайын да. Осындай әдемі сет болады. 10 жыл болды блогер болып жүргеніне. Ақшаны керемет табады. Шетелде жүреді екен постоянно. Представляешь? Не істейді екен олар әйтеуір? Блогер деген андағындай айтып неге түсіріп тұратындар. Андағындай неде жүреді, блогер деп айтады екен. Видео түсіріп бір бәле деп айтады. Жүрген жерлерін не істеп жатыр, не қойып жатыр, қайтып жатыр, бәрін айтады да. Иә, соған ақша табады бәрі. Енді бұған крышка жауып қою керек. Тұрқылдайды осылай. Блогер емеспін менікі де көріңіздер видеомды. Күшті жауып қойдым мен шықасын. Бұрқылдап алған. Даймен қастырын бар енді. Қасық қосамыз, бір қасық. 2 қасық. Қостым енді. Лимонный кислота қосам. Қоңырланды ма тұр? Иә, қоңырланды. Кішкене лимонный кислота қосам. Және нағыз рецепті бойынша роллтын қосады. Оля, апа, мен еще видео түсіратым ғой. Бұздыңыз ғой видеом бәрін. Қасында деп атыр. Жазылыңдар ай десеңші. Жазылыңыздар, қараңыздар. Сол ертең өзім қана көріп отырмайын осы видеоны. Қызық болып. Бәрін көріңдер, миллион ба, 1-2 миллион адам көрсе. Содан кейін 3-4 миллион адам көрсе деп қойын ғой. Осы рецептінде осындай. Өте дәмді болады. Көбісі адам жабамызды кейде қысқа келтірмей, қыста жеткізбей жеп қоятынымыз бар. Сосын бірінші жегізіп тойғызып аламыз да, екіншісін сақтаймыз ғой. Қазір бұны енді студент балама беріп жіберем деп жатырмын. Құдай қаласа, Бағдәулетім сөйтіп айтып жатыр ғой, қашан мамау. Кеше ана уже студент қой, уже жан-жақтан посылка келіп жатыр екен. Соған ойлап қалдым ғой, бұл жаным ау, не беріп жіберем. Астанада қой жоқ, мал жоқ, сойып жатқан. Ет беріп жіберіп, адамдар ет беріп жіберіп жатыр екен да. Иә, барлық бірге жейді ғой, Аллаға шүкір. Соған міне біз кабичковый икра пісіріп жібереміз. Жақсы көреді осы икраны өзі. Тағы да жауып қоямыз. Ақшасы бар. Базарға баратын уақыттар жоқ қой, күнде сағынан кешке шейін сабақтағы. Сосын етті де білмейміз қандай ет екен. Халал ет болса жақсы. Адал сойылған ет болса. Тағы да асын жауып қоямыз. Енді қанша қайнады? 15-20 минут қайнасын, е? Сосын дәмін көреміз, банкілерін дайындап